қауіпсіздік техникасы. Менің қауіпсіздігім персоналдың қауіпсіздігі. Ол енді біздің жұмысымызда біздің заң болып келеді ғой. Олсыз жұмыс жүрмейді. Қауіпсіздік техникасы дегеніміз біздің жұмыскерлеріміздің денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін өндірістік жағдайлардың алдын алу, ұйымдастырушылық техникалық шаралар мен құралдардың жүйесі. Жұмыс өтілім 9 жыл 10 ай болды. Осы салада 10 жыл. 15 жыл тоғынығы системада. Тікелей целенаправленно бұзған күндер болған жоқ. Бірақ енді жұмыс барысында степень тяжести әртүрлі бір кездесіп жатады. Біз оперативный персонал болғымыз келеді. Мүлдем жоқ деп айта алмаймыз. Болды, асығыстан болады көбіне. Жоқ, біз өзіміз қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметкері болғандықтан ондай жағдайлар болған жоқ. Дәл қазір есіме түсіре алмайтын шығармын, бірақ әріптестерім бар, олардың әртүрлі мінезі, темперамент әртүрлі. Соған байланысты енді ойын қалжың, ондай әңгімелер жүреді. Қызығы енді білім алу, мероприятие, мейрамдарда жұмыстастармен қыдырып, сол қызық. Енді қызықты жағдайлар көп болды, бірақ енді қазір есіме түсіп тұрған жоқ ешқайсысы. Адамның денсаулығы. Бірінші адам өмірі. Ең біріншіден біздің жұмысшыларымыздың өмірі, денсаулығы, солардың қауіпсіздіктері.